Құрметті оқушылар, үйге берілген тапсырманың соңғы есебі қиындау болды. Әрине бұл есеп комбинациялық батарея әдісін қолданып мат қою. Егер мынау уәзір пірменен бұлай батарея жасайтын болса, патшаның алдынан мат беруге мүмкіндігі бар. Ал енді бұл жерде мат берейін десе, ол уәзірменен F6-ға қойып қорғанып қалады. Егер уәзірменен уәзір жесе, сосын ол сарбазбенен жеп қорғана алады. Демек, сол жағдайды ескеріп, бірінші жүрісте уәзірді алып барып патшаның алдына қою керек. Ол уәзірменен қорғанайын десе, біз пірменен жеп қоямыз, ол сарбазбенен жей алмайды. Батарея связка болады. Так, бұл жерде бұл сарбазды алдыға қойса, онда уәзір мында қайтадан барады да, енді қорғанамайды, сосын ары қарай мат болады. Ал сарбаз жүрейін десе, мына піл байламда тұр.